Ассалаумағалейкум, кеш жарық құрметті футбол сүйер қауым. Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасында бізде енді бүгін подкаст. Бұл подкаст өткен турға арналады. Енді қызыққа толы подкаст болды. Айтар дүние көп. Жақын отырыңыздар. Бағдарламаның басында айтып кетейін. Төменде сілтемеде көріп отырсыздар. Біздің серіктестеріміз бар. Спорт эмоциялардың демеушісі. Тіркеліңіздер, ақпараттар алыңыздар, бөлісіңіздер, сыйлықтарға ие болыңыздар деген сияқты. Және бүгін студиямызда қазақтың Боярскийі енді өзің мысалы ренжисің да қазірек мысалы ше. Енді Боярский кімнің жанкүйері? Зениттің. Сен кімнің жанкүйерісің? Астананың. Мен сен Астананың жанкүйерім десем, сен неге ренжисің сен маған? Ренжімеймін, мен басынан айтамын ғой Астананың жанкүйерім деп, бірақ андай немен мысқылдап айтқан ұнамайды да. Кейбір журналист әріптестерім мысалы мысқылдап Астана жанкүйері деп айтады ғой, ана ұнамайды. Не ол клубтың бір басқа клубтан бір жері кем ба әлде басқа жанкүйерлерден кем ба деген секілді ғой. Сол жағынан маған. А так Шляпа не үшін киіп отырсыз? Ыстығы ма әлде жаңа образ ба бұл? Менің бір осы жерге алып келген жаңа образым деп айтсам болады. Әдемі. Дұрыс, бұл да бір батылдық негізі. Шляпа кию ма? Бұл да бір батылдық. Айбек Қабылша көптен бері бізде көрінбей жүреді. Мінекей келісім шарттар аяқталды. Трансферлік маусымда мінекей ауысты десең ме? Спорт плюс Қазақстан арнасының бас редакторы. Дұрыс па? Айбек көргеніме қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Бүгін эмоцияң, көңіл күйің жақсы, өйткені кеше Ақтөбе өз алаңында Атырауды 2-0 жеңді. Солай ма? Жоқ, мен кеше Атырауда болдым өзім. Атырауда болып, Атырауға жанкүйер болдым. Атырауда болып, Атырауда керемет күшті көңілігімен қайттым. Батыс өңірінің жалпы адамдарының менталитеті өзіме қатты ұнайды. Жақсы. Былай жасайық, жігіттер. Мынау ерекше тур өтті. Бірден Қайрат Тұран матчынан бастайық. Бұл жұма күні өтті. 4 шілде күні. Енді барлығымыз білдік. Тұранның өз алаңында Ақтөбеден жеңілгеннен кейін сөзсіз Тұран Қайратқа жеңілуге бар жатқаны енді ол футболдан бейхабар азаматты айтып беретін еді. Бұл жерде бірақ мәселе болды. Екі мәселе, Тұран неше гол жібереді және Тұрандағы енді жақсы өзіміздің қарагөз шабуылшыларымыз бар. Солар бір Қайрат енді ойнауға мүмкіндік беретін команда ғой, және Тұранда да болды ғой бір-екі мүмкіндік. Соны пайдалана алып гол сала ма деген сияқты. Ал ойын нәтижесі Қайраттың пайдасына болатын белгілі болды. Және мені бір таңғалдырған дүние, бірақ таңғалдыратын дүние жоқ, өйткені Қайрат Олимпияға кетті, Словенияға. Бұл жолы Громыканы алаңға шығарған жоқ, Дастан Сатпаев екінші таймда алаңға шығарды. Есеп 4-0. Енді заңды есеп қой енді. Негізі мен дәл осы ойынның алдында КФФ-ның сайты бар ғой, Бекарыс пікір сұрап менде болжам деген рубрика бар екен. Сонда пікір бергенімде бүкіл дәл осылай айттым. Тіпті Тобылдың Елімайды жеңіп кететінін, Қайраттың ұтатынын, тек Қайраттан Дастан Сатпаев бір 2 гол соғады шығар деген менің болжамым қате шықты. Сосын Қайсар оқ жетпеске ұтылмайды ау деген болжамым қате шықты. Қалған барлығын дәл таптық. Қайрат енді Тұранмен ешқандай қиындық көрген жоқ. Мен Дастан Сәтпаевтарды шығармаса да болатын еді, бірақ тонусқа Еврокубоктың алдында енгізу үшін керек болды деп ойлаймын. Енді Тұран қиын, жағдай өте қиын. Түркістан таяқ жеді. Қазір кез келген түркістандыққа жанына бататындай осылай айтуымыз керек. Бұл кәдімгі клуб жетекшілерінен, облыс басшылығынан талап ететін жағдай. Тәп-тәуір команданы талан-таражға сап жерді. Енді ерінбегеннің барлығы ұтылады. Бірінші лигаға тікелей қадам жасалып жатыр. Сол басқа оның алдында мысалға Тұран Елімайға қарсы өте тамаша ойнады. Мысалға ол кезде мен екінші құрамынан шыққан жігіттерге риза болған, бірақ жастарда өздерің білесіңдер, тұрақтылығы жоқ. Мотивациялары түсіп қалды ма, өздерін дәлелдеймін деген жаңағы өздерін қайраған қайрақтары қайтадан өтпей қалды ма, әлде сол сондай еңбекпен қанша талпынғанның өзінде жеңіліп қалды ғой. Енді соңғы минуттарда Жанайли Пайрозың жеке шеберлігінің арқасында гол кіріп кетті. Тағы да кім жеңіспен болған ойында да Тұран жақсы ойнады. Бірақ сонда да жеңіліп болды. Сол ойындардан кейін сағы сынып қалды ау деймін. Жоқ, бұл Елімайға дейінгі Тұран мен Елімайдан кейінгі Тұран екі түрлі Тұран. Өйткені Елімайға қарсы Тұран легионерлермен ойнады. Бір-екі легионер болды онда да. Көбісі осы құрам болды. Сондай-ақ ол кезде
кішігірім анау ойыншылардың айлығы түсіп, иә, бонустар түсіп, көңіл күй жақсы болған. мүмкін қалдырып қала ма деген үміт болған шығар легионерлер. Енді бұл жерде инсайттарға өтсек, өйткені Әбекең Тұрандың жалпы көрермен ретіндегі, комментатор ретіндегі қазіргі қалыптасқан жағдайын айтып отыр. Іштегі жаңалықтарына ойысатын болсақ, өткен жолы Қазақстан футбол федерациясы бас хатшысы және жарыстарды ұйымдастыру дирекциясының басшысы екеуі, енді Давид Лория мен Фазыл Хайыр мырза, Түркістан өңіріне барды сапармен, облыс басшылығымен жолықты, облыс әкімімен де жолықты. Енді облыс әкімі жалпы Тұранға бет бұра бастағаны көрінеді. Қазір оны Қазбек те толықтырып өтер. Бірінші кезекте жаңадан Түркістан облысы футбол федерациясының басшысы тағайындалды Әбішев мырза, кәсіпкер, мәслихат төрағасы. Ол бүкіл Тұранның қарыздарын жапқан. Сондай-ақ жаңа реформа жасап жатыр Тұранда. Енді ауыз түйістер, ауыз үйген үрлеп шеттеді. Бүкіл легионерлер жіберді. Ол кімдердің ойыншылар екеніне біз үңілмей қойып, ол жерде ұзақ әңгіме. Әйтеуір құтылған және өзіміздің ойыншылармен ойнаймыз деп Ақтөбе мен Қайратқа қарсы әрекет жасады. Болмады. Және бірақ облыс басшылығының ауыздан шыққан сөз Тұранды бірінші лигаға жүргісі келмейді. Қандай да мүмкіндіктер болып жатса, премьер лигада қалғанын қалайды, және Тұранда қазір 11 ұпай, оның алдындағы командаларда 12, 13, алысқа кете қойған жоқ, әлі де кеш емес. Және бұл жерде Тұранның бір жаңалықтары бар. Бұлар енді тек қана қазақтармен ойнамайды ау. Тұрандағы басшылық легионер алуға рұқсат беріпті, және қазір жаңа трансферлік ауысым кезінде мықты жұмыс істеп жатыр, былай легионерлер іздеп жатыр. Бірақ бұрынғы легионерлермен жұмыс істеген адамның ойыншыларын алмау саясаты. Ұлықбек Асанбаевтың ойыншыларын алмаймыз деп шешкен ғой. Солай шешкен. Не жамандық көрген одан? Нақты білмеймін, нақты айтамайым, бірақ өткенде Елмаймен шықты, бірақ жеңіспен шықпады ғой кейбір легионерлер. Сол себепті шығар, жалпы соған байланысты деп ойлаймын енді. Ал былай жақын күндері Тұран легионерлер алады, өйткені оларда әлі чемпионатта қалудың мүмкіншілігі бар, өйткені басқа, мысалы, Атырауға қарағанда Тұранның жағдайы турнирлік кестеде жақсы болып тұр ғой. Олар бір жеңіске жетсе, жаңағы зона вылета дейміз ғой. 10 орыннан бірақ шығады ғой. 10 орыннан бірақ шығады. Сол себепті олар әлі де мүмкіншілік болады, және легионерлер алады деген ақпарат. Енді мынау соғыста барлық әрекеттер ұтымды деп жатамыз ғой. Сондықтан бұл жерде Тұранның легионерлер алғаны дұрыс, өйткені мына құраммен енді алысқа бармайтын көрдік. Бір 3-4 легионер алатын шығар. Легионер кез келген командаға керек қой негізі. Кез келген командаға егер күшейтетін легионер болса, ол ақтай алса өзін әр нәрсені түсініктеме бере алады ғой. Мысалы, бас бапкер жауап бере алатын болса, маған мына легионер керек деген секілді. Ал бізде не болып жатыр қазір? Бір легионерлерді алады, бірінші айналымнан кейін біраз легионерлермен қоштасып жатыр ғой қазір. Тегін кетіп жатқан жоқ оның барлығы. Екі жақты келісім деген әңгіме мен ешқашан сенбеймін. Футболшылар олар тиынына дейін алып кететін адамдар, сондықтан тым болмаса олар 6 ай қалған контракты болса, соның 3 айын алып кетеді. Сол үшін міне осы жағдайды жөндеу керек. Және мен бәрібір қазір Түркістан өңірінің басшылығы көзқарасын өзгертіп жатыр, бірдеңе деп жатыр ғой. Мен бәрібір дұрыс деп таппаймын. Сен сол әкім болды, сол әкімнің орынбасарлары болды, не қабылдады? Болмаса сол мен енді дұрыс айтамын, облыс әкімі жауап бермейді оған, оның бір орынбасары болады. Кез келген командаға спортқа курьер кететін, спортқа, сол футболға жауап береді. Сол адам жауап беру керек. Мысалға, кешегі жерде былық болды ма, кімнің ойыншысымен болды, қандай былық болды, ол кімге жақты. Бәрі кетті ғой. Бәрі тазартты ғой. Бұл жай тазарта салу ма керек? Міне мына кінәлі, мына адам жауапты еді, мен мына адам осыншама шығын келтірді бюджетке, мына адам мынандай нәрсені құртты деп. Бұл сол әкімнің орынбасары. Мен көп жағдайда Қазақстан футболында білем, әкімнің орынбасарлары талай дүниені шірітіп жатады. Олар командаға алынатын ойыншыларға араласып жатады. Олар командаға қойылатын басшылықтың өзінің адамы қылып қояды. Екі ортада сол өңірдің облыстың басшысы кінәлі болады. Соған тиеді, бірақ бүкіл мынау лас әрекеттің барлығын жасайтын орынбасарлар. Мен сондықтан алдағы уақытта қазақ футболын жөндейміз десек, осы бір сол футболға жауапты болған өңірдің жаңағы облыс әкімінің орынбасарын футболын клубтың сайтына шығарып қою керек, клубтың Instagram парақшасына бәріне көрсетіп қою керек. Кез келген сұрақ облыс әкімі емес, мына кісіге болу керек деген сияқты біз стрелканы көрсетіп қоюымыз керек, әйтпесе біз футбол жөндемейміз, осындай былықтар кете береді. Қарашы, міне Тұран
қандай легионерлермен ойнап жатты, тәп-тәуір ойнап жатты, иә, кімнің ойыншысы екені маңызды емес. Жақсы ойнап жатты, тұрған алғашқы бестікте, алтылықта болады деп ойладық. Енді келіп барлық легионерді жіберді. Тек қана қазақтармен ойнаймыз деді. Енді қайтадан легионерді аламыз деп жатыр. Каша малаша ғой. Енді Айбек, бұл жерде мынандай мәселе ғой. Қазақ футболының абыройына нұқсан келтіру ғой ол. Енді бәріміз, мен де сол Түркістанның тумасымын, бұл жерде мынандай дүние қызық болып тұр ғой, енді парадокс қой. Сен айтып отқан орынбасар қазір Түркістанның әкімі болды ғой, енді кезінде Дархан Сатыбалдың орынбасары қазір Түркістанның әкімі болды. Бірақ енді ол кезде футболға көре жетпеген. Ол келді бүкіл Тұранның басшылығын барлығын бір жиналыста алып тастады. Орнына Әбішев мырзаны қойды, жеке кәсіпкер, ол маслихаттың төрағасы. Сол кісі қазір Түркістан футбол федерациясының басшысы және футболды көрсетеді. Бүкіл қарыздарды жауып жатқан сол, және легионерлерге де ақша тауып жатқан сол дегенде ақпарат келіп жатыр. Және әрекеттер жасап жатыр ғой. Әрекеттер жасалып жатыр. Енді көрейік енді. Қандай 3-4 легионер алады, және Тұран қалама қалмай ма? Үлкен сұрақ, бірақ ең бастысы мен бір жылы хабар естігенім әйтеуір облыс басшысы адамдарды қойып, вот кірсіңдер, болды, міне таза Тұран сендерге, қарыз жоқ, алып шығыңдар деп беріп жатыр да. Енді ары қарай сол Әбішев мырза тамаша, егер қарызды жауып тастап, қарызын жауып беріп жатса өте құқық. Және қазір Түркістанға оралды клуб. Барлық Түркістанда, Шымкентте емес. Бірақ енді жағдай просто менің білгім келіп жатқаны, жаңағы команданы талан-таражға салған, осындай қиын жағдайға қалдырған, кешегідей бір легионерлермен түсініксіз жағдай болған нәрсеге жауапты бір адам болу керек қой. Сол адамды атын атап түстеу керек деп ойлаймын мен. Жақсы. Жалпы жаңа осы жерде қосатын бар Айекеңе. Әкім ауысса ше, біздің клубтарға қатты әсер етеді, иә, осы. Кез келген өңірде әкім ауысса, немесе жаңа спорт басқармасының басшысы ауысса, бірден клубтың ішінде немесе тренер ауысады, немесе ойыншылар кетеді деген сондай тренд болып кетті ғой, байқайсыздар ма негізі. Сол кішкене клубты осы әкімшіліктен былай аластату керек секілді, негізі өздерімен бөлек жаңағыдай тоғылып па кішкене сондай басқашалау керек. Оған қазір ораламыз, өйткені ондай қадамдар жасап жатқан клубтар бар. Қайрат жайлы айтайықшы. Қайрат 4-тен өлесемен жақсы жеңді, ойын ертең, жақсы көңіл күймен Словенияға барды. Анау жасыл айдақарды көрдің да? Есіңде ма жасыл айдақар? Немен елестеледі жасыл айдақар? Жеңілістің ащы дәмімен ба? Білесің ғой ана көпірдегі жасыл айдақарды? Сол тұр ғой. Қайрат сақ қойыпты да, мен айтам да, ай, талай нәрсені еске салды онан жасыл айдақар деп. Есіңде ме бар? Екіде бір жеңіл өтіп қойын ол. Сол жасыл айдақарды сақ қойыпты да, сол бүкіл не көз алдымнан өтті да, сол бір сәттер ше. Қалай ойлайсыңдар енді? Қайрат ойыншылар алды ғой. Бірден Еврокубокты осы жерде Қайратпен талқылап өтейік. Қай клуб Еврокубокты ойнайды, соны талқылап. Қайрат енді екі бразилиялық ойыншыны алды. Мынадан өте ала ма, өте алмай ма? Не ойлайсыңдар? Негізі қазір Олимпия не істеп қалған, сәл әлсіреп қалған, өткен үздік сұрмерген Бельгия чемпионатына 5 миллионға сатты, жаңағы. Одан бөлек бір орталық қорғаушы мен бір жартылай қорғаушысын сатып, команда кішкене өзгерістер болып жатыр. Маусым әлі басталған жоқ дейсің. Иә, маусым басталған жоқ, және өзгерістер болып жатыр ол жерде. Меніңше Қайраттың әл-ауқаты жетеді, Любляны жеңуге. Енді Олимпияны жеңбегенде басқа командадан кімді жеңеміз? Шанс қой, біреуін жеңсең болды ғой. Иә, бұл лига чемпион. Бұл жерде саған Динамо Загреб, жаңағы Лудогорец секілді командалармен ойнайсың міндетті түрде. Өйткені сен жаңағы топтық кезеңде ойнайтын болсаң, ойнағың келсе, соларды өту керексің. Иә, соларды өтуің керексің. Саған қазір Олимпия Любляна түсіп тұр. Одан кейін жаңа Кубс немесе Месами деген командалар түседі. Ол жерде де үлкен мүмкіндік Қайрат үшін. Білмеймін енді, Олимпияны өтпесе басқа. Себеті өте ыңғайлы, өте ыңғайлы, жайлы болып тұр. Қайраттың барлығы өз қолында, және бірінші ойын қонақта ойнап тұр, екінші ойын өз алаңында. Меніңше тіпті сырт алаңда да жеңіп кетуге мүмкіншілігі бар. Жақсы. Енді Қайратқа мен риза болатыным, бұл команданың алдында Ордабасымен болатын матчта 9 ойыншымен мінез көрсетіп, жеңісті жұлып алғаны, жеңісті есепті ұстап қалғаны. Сондықтан Рафаэль Оразбақтиннің өткенде бір командасында қиындықтар болып жатты, команда сәтсіз өнер көрсетіп жатты, бірақ қайтадан қазір бас бапкермен ойыншылар тіл табыса алған секілді. Және легионерлерінің бірі сол ойында шықты да, дебюттік матчында қызыл қағаз алып кетті. Енді онда байқамай қалған шығар деп ойлаймыз. Әдейілеп алды деп бір жауапсыздық танытты демей-ақ қояйық. Басы Ордабасымен болған ойында, одан соң кеше Тұранмен болған оңтүстіктің екі командасынан 6 ұпайын алды.
қайраттықтар және бір күн бұрын ойнады, кеше жұма күні ойнап кетті, сосын жақсы көңіл күймен барады. Өзім осы жолы Олимпиаданың сырт алаңда Қайрат кем ұтылмайды деп ойлаймын. Қайрат менің фаворитім дәл осы екі ойында. Оның ортасында келген соң бір апта демалып алады, Қазақстан премьер-лигасында да ойнамайды. Сондықтан күшті, сондықтан Қайратқа сәттілік тілеймін, және енді Олимпиадан өте алмасақ, онда болды, онда чемпиондар лигасында. Және одан кейінгі осы Олимпиямен ойнап алсын, кейін қарымта кездесу, Алматыда кездесудің алдында подкаст болады. Сол кезде жалпы жанкүйер мәселесімен де сөйлескеніміз дұрыс шығар деп ойлаймын. Осы бізді көретін Қайраттың жанкүйерлері өте көп. Комментариймен жазып кетсеңіздер, не болып жатыр, мен клубтың басшылығымен де сөйлесейін, не болып жатыр деген сияқты. Өйткені қарымта кездесуде жанкүйерлердің Алматы аренада лық толы отырғаны Чемпиондар лигасының алғашқы турында өте маңызды. Қайрат соңғы рет қашан ойнап еді Чемпиондар лигасында? 2021-де 21-де, ана маусымда ғой, жанкүйер сөз. Енді мен де осы мәселені естідім. Жанкүйерлермен қазір басшылықтың жаңағы директордың команданың келіспей жатыр деген ақпарат. Жанкүйер емес, бұл жерде фан сектордың. Мен түсінбедім, не талап бар, екі жақтан бір талап қойылған жоқ, ешқандай ресми мәлімдеме болған жоқ. Бұл жерде жанкүйерлердің айтуы бойынша жаңа басшылық айтқан, біз сендерсіз де ойнай аламыз, ультрас бізге. Қай жерде айтқан оны? Ресми бір жерде мәлімдеген ба? Жоқ, жанкүйерлер сөйтіп шығарды ғой. Иә. Біздің талабымыз сол, неге осы айтады деген секілді. Біз жанкүйерсіз де ойнай аламыз деген секілді ақпарат тарап кетті ғой. Сөз дұрыс түсінбей қалған шығар. Иә, сондай бір нәрсе. Кейбіреу басқаша бір айтам деп басқаша жеткізіп қалған шығар. Мен енді дәл сол мәселені түсінбедім. Өздері негізі талап қойып, өздерінің парақшалары бар ғой, Алатау фанс деген, сол жерге шығып, бізге мына жерде мынандай деп айтты, дәл мына жерде бізге битіме айтты, маған айтты деген нәрсені бір жетекшілер біреу шығып айту керек секілді. Әйтпесе жанкүйерлер бойкот, бармаймыз дейді. Бірақ енді әлсіреп одан таяқ жеп жатқан кім? Команда. Ол әсер етіп жатқан кімге? Ойыншыларға әсер етіп жатыр. Сен белгілі бір адамға не қылатын болсаң, ресми мәлімдемеңді және талап болу керек қой. Сенде бір мына бойкот бар, мен мына уақытқа дейін сен мына бойынша жауап бермесең, мынандай кешірім сұрамасаң деген секілді. Ондай мен әлі еш нәрсе байқамадым. Сондықтан енді Қайрат жанкүйерлерінің ішкі бір өздерінің фан секторының бір талабы бар шығар. Сол талапты ресмилендіріп, түсінікті қылып, елдің алдына шығып айтса екен деймін да. Енді бұл жерде шешілмейтін мәселе жоқ. Және бұл ұлт мүддесі үшін, ел мүддесі үшін, Чемпиондар лигасы үшін екі жақ тіл тауып, енді Қайрекең де ер азамат қой. Иә. Бір ауыз сөзбен көңілін табар, жанкүйерлер де бір осындай клуб басына сынсаға түскен кезде мен түсінбедім, жалақы бермей қалдып жатыр ма? Болмаса жаңағыдай бір ойындарға жаңағы қонаққа баратын автобустарды береміз деп ар жағына сендерсіз ақ отамыз деген әңгіме болды ма? Сондай бірдеңе болған шығар, енді жел тұрмаса шөптің басы қол болмайды ғой. Сол нақты болса ше, мына жерде бізге мынандай нәрсе болды, біз осыны талап етеміз, мынаны сұраймыз деп кәдімгі өздерінің ресми. Бұл жерде ұтқан білесің бе кім? Қайрат футзал клубы ғой. Кешегі финалда Семейге қарсы бүкіл сол болельщиктер Қайратты қолдауға барды ғой, футзалдық. Және сол жерде чемпиондықты тойлап. Бұл жерде жалпы айтып жатқанымда Қайрат футзал клубына өте қатты әсер етіп кетті. Жарайды, Қайратқа сәттілік дейміз. Мына матч енді 5 шілде сенбі қызық басталды енді. Қызылжар Ордабасы. Шыны керек, Қызылжар таңғалдырудан жалықтырмайды. Астанамен 3-3 ойнады. Мысалы, Астанаға гол салуға болатын дәлелдеген команда. Жылай бермей, Астанаға гол салуға, 3 гол салуға болатын дәлелдеген команда. Салсаң осы Қызылжардай сал. Енді бұл матчта мен Қызылжардың ұтылмайтынын білдім. Қызылжардың кем ұтылмайтынын білдім. Жеңіп кетсе де таңғалмайтын ем. Бапкердің мықты. Иә, Чурчиш бапкердің мықтылығын, және Астанаға қарсы сен 3 гол соғу деген Астана аренада ол кез келген команданың қолынан келмейді. Сондықтан менің ойымша тең нәтиже дәл осы ойында екі командаға да бір кері әсер етті деп ойламаймын. Ордабасы менің қазір Қызылжармен санасатындай деңгейде, өйткені Қызылжарға барып олар бұл ойында 3 ұпай алмасақ, біз үшін бұл жеңіліспен пара-пар деп айтатындай жағдайда емес Ордабасы, өйткені Қызылжар команда. Иә, Қызылжар Ордабасы 9 адаммен ойнаған ғой. Кез келген команда. Оның алдындағы турда наоборот болды ғой. Керісінше, иә. 9 адаммен алып шықты Қызылжарға қарсы, қиын.
бірақ жарады ордабасы бір жағынан оны айту керек. 9 адаммен қонақта Қызылжарда сондықтан 9 ойыншымен бір ұпай алып кеткен ордабасының тақиясына таргет деп ойлаймын. Бұл және Қызылжардың да тақиясына тарген жоқ. Мен ойымша екі жаққа да бұл тең нәтиже қанағаттанарлық деп айтуға болады. Енді мынау Қызылжардың өзі маған былай ойыны, мынау енді стадион ол бұрыннан бері жоспарланған нәрсе ғой. Басшылығы не болып жатыр өзі? Неге бір өмірі осындай тең ойнаса, жақсы ойнаса үндемей қалады да, бір жеңіліп қалса бір жылап шығатыны бар да. Айқай шу, СМИ арқылы ақпарат беру, тарату деген сияқты. Әдемі ойнап отыр. Кез келген группта бар ғой. Сондықтан Ордабасыда да бар ондай. Кез келген командада бар. Ұтылып жатса, олар жаңағы СМИ арқылы жұмыс істеп, мысалы, дәл осындай бір не айтып жіберейінші осы жерде ұмытып кетпей тұрған кезде. Қазір Астанаға сондай нәрсе болады. Астана бірінші орында тұр да, и кейбір клубтардың басшылары, былай айтайын енді, басшылары жаңа СМИмен жұмыс істейтін бір заговор деп айтамыз ба, қалай айтайық, жаңағы ақпарат шабуыл болып жатыр да. Мысалы, Астана Жетісуды деңгейі бойынша, мысалы, Тамасовпен немен кеше көрдік, деңгейі бойынша жеңіпті да, оны керетті барып, ана жақта бірнеше кабинетте жеңді, бірнеше деп, анау ешбір дәлелсіз айтылған әңгіме да ол. Бұл команданың ішіндегі балаларға әсер етеді, ұлттық құраманың ойыншыларына әсер етеді ол. Сенің дәлелің болмаса, егер ол қанша жерден тырысып ойнап жатыр, мына жерде подкаст жасап, жаңағыдай өзінің денсаулығын беріп жатқан ойыншыларға ол әсер етеді. Қазбек, өз ойымды айтып жатырмын. мына нәрсені сұрап алайықшы, негізі СМИ деп айтып жатсың ғой, таяқтың екі ұшы бар. Бізде СМИ-дің өкілі болған соң, сен солай осылай айтқаның, маған да тиіп кетеді. Оның ішінде бар. Енді мынаны айтайықшы, мысалға СМИ деп жатқан кезде оны бір хабар айтып жатқан жоқ, оны Спорт плюс айтып жатқан жоқ, Қазспорт айтып жатқан жоқ, оны айтып жатқан бір пабликтер. Сен пабликтердің бірінде, атын айтпай ақ қойын, өзің жұмыс жасадың. Осы дөңгеде мына сұраққа жауап бергенші. Пабликтер осындай жағдайларда шабуыл жасайтын кезде белгілі бір клубқа қарсы ақша ала ма, алмай ма? Екінші тараптан. Алатын пабликтер бар. Бар ғой, иә? Бар, алатын пабликтер бар. Болды онда. Ол нәрсеге мән беру керекпіз ба, керек емеспіз ба? Жоқ, оны біреулер футболды қарап жүрген адамдар оны кесіп алып, жаңағы TikTokта тарата, не істейді. Ол мысалы жаңағы клубтың парақшасына кіресің да. Мен мынаны айтқым келеді да, бұл жерде жанкүйерлер өзінің мәдениетін жоғарылату керек та. Ит бір жағы ысқырған, жағы айдағы ысқырығы, не дейді, айдаған бесешкі ысқырығы жер жарады деген, біреудің бір ысқырса сояққа қарай бұрылып кете бермеу керек. Сондықтан болмаса кейбір жанкүйерлер болады, мен талай пікірлерді қарап жатам ғой, салыстырып, біліп тұр ананың ешқандай қисынға келмейтінін, бірақ сол өтірік ақпарат бұның ішкі эгосын қанағаттандырып тұр да, солған кетеді. Біз ар алдында, біз қазақ футболының алдында, біз ұлттың алдында, біз ұлттық құраманың алдында жауапкершілік бар екенін әрбір жанкүйер сезіну керек та. Мынау паблик мынандай деді деп айтаққа еріп кете бермеуіміз керек. Айналайындар-ау, мен де сол клубтың жанкүйерімін, бірақ мыналарың өтірік, кінәні өзімізден іздейік дегеннен айту керек қой. Сендер қанша алдыңдар деген нәрсені, мысалға мен ресми өкілмін, бір телеарнаның бас редакторы, мен барып қазір бір пабликке барып айта алмаймын, сатылып жатсыңдар деген нәрсені мен айтсам болады. Бірақ сен жанкүйерсің ба? Сен жай қарапайым оқырмансың. Сен талап қой, не айтып жатсыңдар? Қанша қалдыңдар? Арларыңды сатпаңдар дегеннен солар талап ету керек. Сондықтан менің жанкүйерлерге өтінішім, өзіміз көтерейікші. Біз тек қана мен қарапайым көрерменмін, бірден мен қарапайым көрерменмін, сен елдің алдында жүрсің, сен бүйтуің керек деген нәрсе болмау керек. Әрбір адам өзінен бастау керек та. Әрбіріміз біз футболға жауаптымыз. Ертең ұлттық құрама жеңіліп жатса, бір жерде жаңағы таяқ жеп жатса, жаңағы нәтижеміз төмен болып жатса, әрбіріміз жауаптымыз. Өйткені біз мына жақта белгілі бір мүдде үшін сатып кеттік та мына пікірді, мына ұстанымды. Сондықтан осы бір тұрғыда жанкүйерлер бірігуіміз керек. Жағдай, сосын СМИ деп айтпашы ешқашан. СМИге жатпайды. Паблик. Белгілі бір кейбір пабликтер деп айт. СМИ десек, өткені біз бәріміз кіріп кетеміз. Жоқ, ішінде бір кейбір журналистер де бар да, просто кәдімгі журналистика саласында жүрген адамдар да бар да. Енді әрбір ол журналистердің өздерінің пабликтері бар ғой енді. Иә. Пабликтері бар өздері. Сол паблигі бар журналистер. Демек біз паблик деп айтайық. Оларды мен журналист деп жатқызбаймын. Қанша жерден оқырманы болсын, қанша жерден контенті болсын, мен оларды журналист деп қабылдамаймын. Енді бұл қанша адам бар, сонша пікір бар. Және ресми бақ болып
жарияланатын бар, ақпаратты объективті беретін дүниелер бар, кейде солай қаржыға сатылатындар бар, сондай-ақ кейде бір клуб мүддесі үшін жұмыс істейтін пабликтер бар. Енді футбол соғысымен қызық, оған енді біз бұрыннан келе жатқан дүние ғой. Қазір де қараймыз, бірақ ең бастысы қазақ жанкүйерін адастырмау керек та жолдан. Сан ойларға салмау керек, мысалы. Бір кейде мынау болып қалыптасқан жағдайды басқаша бұруы мүмкін. Мен оны әрдайым көрем, оны әр жағдайда көрем. Мысалы бір жақтан біреу басым болып бара жатса, мына жақтан біреу аяғынан шалады деген сияқты. Ол мысалы мына TikTok деген тіпті жақсы болды. TikTokта, например, мен де мысалы ше, өткен жол сондай бір хейтке тап болдым, жоқ жерден ондай хейтке тап болдым. Қатысы жоқ адам, керісінше дос болып жүрген адам, керісінше жұмысқа алған адам, керісінше ақиқатты дұрыс айтқан адам, ана жерде шатастырып ше, андай тікелей нелер жазып қойып, кімдікі дұрыс, құрман, жұмыс ол енді оған мен журналист деп айтасың ба? Журналист емес, ол әшейін біреу отырған біреу жазады. Ол адам ше, мысалы да, сол бір адам айтып отырық қой, біз кім туралы түсініп отырық, бәрі түсініп отырық. Ол кезінде федерацияда жұмыс істеп. Жоқ, ол мәселе ода емес. Мәселе біздің ара қатынасымызды кейбір азаматтар басқаша бұрмалап, ахват үшін жасайтын желтый пресса сияқтыларды айтамын да. Соны айтып отырмын ғой мен. Мысалы, телеграм канал бар, бір жігіттер кезінде мен де мысалы мен сұрастырып біліп жатырмын да, какие-то личности деп жазады да, мен сұрастырсам, мысалы мен туралы айтып жатырған мүмкін да, ол сен туралы емес шығар. Мүмкін мен туралы емес шығар, бірақ өзі туралы күдіктене бастайды ғой, егер федерациядан неде істесең, мысалы да, сен мысалы кезінде істедің, неге сол жұмысты істемедің? Мысалы мен ол жігітке айта аламын, келді, мен оны істе, давай мен орнымды босатайын, давай көрейік сенің жұмысын деп. Смело қазір де айта аламын ол жігітке. Жақсы, былай жасайық, жігіттер, кішкене тақырыптан алшақтап кеттік. Бұл жерде бір дүние айтарымыз, осы жерде мен өзім былай шешкен едім, негізі бұны ертең іспен дәлелдей береміз, ұлттық құраманың жеңісі, ертең футзалдың жеңісі деген сияқты. Бірден айтып қойын, анау TikTokқа кесіп салатындар және өтірік бұрмалап тақырып жазатындар. Мен кейбіреулерін жекеде жаздым, рахмет түсіндім деп өшіртпей тастағанда болды. Менің Эльдарға берген сұхбатымды алып басқаша кесіп контекстен алып жатқандар бар. Қателеспеңіздер және адамдарды басқа бағытқа бұрмаңыздар, мінекей паблик деп осы сіздерді айтады. Толыққанды көріп алып, мән-жайды біліп алыңыздар, ол жерде қалай болып жатқан, не болып жатқан. Ермаштан да сұраңыздар, Ермұхамедтен, мысалы, ол туралы ойды қандай. Жоқ, адамда жалпы ауыз менгі деп болмай бермеу керек қой. Сен пабликтен көрдің, тану, Нұрсұлтан мынандай деп айтты ма не? Қайда айтқан? Қай подкастқа айтқан? Тұр ғой, ютубта ашып жібер де толық нұсқасын көріп шықсай, сен біреу туралы пікір қалыптастырайын деп тұрсың, біреу туралы ғайбат айтайын деп тұрсың, иә? Сенің ойыңды адастырмау керек қой, сенің пікіріңді сені алдамау керек қой. Дұрыс па? Сені алдап тұрса, сен содан кейін жаз, мен толық нұсқасын көрдім мына жақтан. Ол олай айтпаған ғой деп, мына пабликтен көріп алып, мына оңбаған деп, ана пабликтен көріп алып, мынау жақсы екен демеу керек. Сен сол дүниені қайдан алды? Көрді толық нұсқасын, содан кейін кейбіреулерді айтамын да, толық сен көрдің ба деп. Сенім ба? Тым болмаса жазба, үндемей ақ өтіп кетші болды. Әйтпесе мысалы, мен достығымыз әлі бар, федерацияға шақырған мен, мысалы, кейін осы жаңа құрамда кеткен, ол басқа азамат, мен атын айтпай қойын, ол... Жұрт мені тек қана сол мәселеде жайлы айтып жатыр деп ойлап қалмасын. Мен жалпы айтып жатырмын да мен. Кез келген ол федерацияға қатысты болсын, басқа нәрсеге бір адамға қатысты болсын, бәрінің басында болатын жағдайда просто мен айтқым келетіні, біз өзімізді жетілдіруіміз керек, өзіміз дамуымыз керек. Бізді біреу колхоз деп атса намыстанамыз, біреу бір бәле деп атса намыстанамыз да, бірақ өзіміз сондай болуға арланбаймыз. Болды, жақсы. Ең басты айтайын дегенім, жігіттер кейде бір тұлға екенімізді білуіміз керек қой, әрбір оқырман. Білмей жатып, кішкенде бір нарезкаларды көріп, ғайбат жазып жатсаңыздар, мен оған ештеңе демеймін. Ондайға мен назар аудармаймын да, иммунитет бар, бірақ ең басты ертең ұлттық құрама жеңген кезде, немесе ертең үлкен жетістіктер болған кезде, осы реформа жүзеге асып жатыр, сол кезде осы сөздеріңіз үшін ұялып қалмаңыздар. Солға айтайын дегенім. Әйтпесе ол кім не жазбайды. Маған күнде жеке әр клубтың жанкүйерлер жазатын бар. Кейбіреулер жауап бересіз, кейбіреулер адекват, кейбіреулер неадекват. Қазақ футбол сондай екен ғой өзі. Жақсы. Қызылжар Ордабасы матчы енді түсінікті, 0-0 аяқталды. Ордабасы торпедамен ойнайды. Торпедамен ойнайды. Менің ойым, енді Ордабасының жанкүйерлері Асқат Сейсенбек кетсін дейді.
мен түсінген жоқпын, не үшін кету керек ол? Мысалы Арай менің әріптесім. Арай кеше сол жақтағы СЦК-да ғой, Сейсен Құранбек мырзаға осы мәселені көтеріп, өзі сол Ордабасының шидесінде Асқат Сейсенбек берген маса Арайдан сұрауды кеттім. Сендер доссыңдар ма әлде қалайсыңдар деген сияқты ше. Сондықтан менің айтайын дегенім бұл жерде бұл қалай болады? Асқат Сейсенбек енді әр адамның жақсы позитив және негатив тұстары бар. Мен әр адамнан позитив көруге тырысамын. Бірінші кезекте клубтағы ақшаны реттеді, оптимизация жасады, қымбат ойыншылардан құтылды, жаңа демеушілер алып келді, стадион реконструкцияланды, команда ойнап жатыр. Бір-екі шабуылшы жетіспейтін нүктесін қоятын болды. Сен де не ойлайсың, Асқат жайлы? Мен енді дәл осы жағдайдың ішкі кухнясын білмеймін. Шынымды айтайын, Шымкентте футболда болмағаныма қазір 1 жылдан асып кетті. Ордабасының мән жайында не болып жатқанын білмеймін. Енді мен өткенде де айтқан болатынмын, өзім плюсте болды. Неге Асқаттар сыймай жатыр Шымкентке, Ордабасыға деп. Сосы кетсін деп жатқан кезде бір белгілі бір талап болу керек. Егер Асқат Сейсенбек кетсін дейтін болса, кез келген жағдайда әркім біреуге сен талап қойсаң кетсін деп. Сенде бір дәлел дәйек болу керек та. Мынау нәрсе үшін сен жауапсызсың. Сен мынаны дұрыс істемедің, мынау сенің кінәң деген нәрсе сияқты. Ал бізде мынандай да көп жағдайда пікір. Болды, біреуді кету керек деп айтты да, ол дұрыс па, бұрыс па, ол жақсы адам ба, жаман адам ба, ол еңбек етіп жатқан адам ба, еңбектенбей жатқан адам ба, ол мән жайды қарамайды. Жаңағы біреуді жаман деді ма, болды, жаман деген пікірмен қалады, оған дәлел де іздемейді, факті де келтірмейді. Сол осы бір дүниелер менің ойымша білмей жатып, қазір мен сондықтан Асқат Сейсенбектікі дұрыс, жанкүйерлердікі дұрыс деп ешнәрсе айтпай-ақ қойын. Кез келген тарап өзінің біреуге өтініш қойса кетсін деген талап қою керек. Сен мына нәрсені шеш, мындай жағдайда мына бір нәрсеге кінәлісің, осыны шешпесең қызметіңнен кет деп. Ал ат жөн жоқ, кет деп айта салу. Ордабасы енді торпедамен ойнайды ғой, Кутайсымен. Кутайсымен. Торпеда жағдайы қалай қазір? Ордабасының жағдайы енді түсінікті. Ордабасыда енді гол жетпей жүр ғой, қанша ойын осылай 1-0, 0-0 аяқталады. Бір шабуылшы керек сияқты. Әлде бұл Мартиннің ойын стилі ме осындай? Алды ғой енді Абылайхан Жұмабекті. Ордабасы Абылайханның екінші тынысын ашса деп ойлаймыз. Енді Мартин бапкер, тәжірибелі, білікті бапкер, жол сілтей алады, тактикалық тұрғыда жұмыс жасай алады деп ойлаймын. Сондықтан менің енді бұл ойында Ордабасыда бір торпедадан ұшып кетеді деген ой жоқ. Ордабасы менің ойымша дәл осы ойында бір айқын фаворит болып басқа тартпай жеңбейтін шығар. Бірақ Ордабасы менің ойымша келесі кезеңге өте алады дәл осы торпедадан. Торпедан Ақтөбе өтті емес па? Ақтөбеде өтті, оны қателеспесем тағы бір команда өтті ғой. Үш рет ұтылды ғой торпеда. Бұл жерде екі команда да деңгейлес деп айтуға болады, өйткені торпеда қазір Грузия футболын білеміз, күшейіп жатыр, көтеріліп жатыр. Ордабасыда бір жаңа шабуылшының жетіспеуі, шабуылдағы бір жаңа техникасы жағынан мықты, бір жаңағыдай көп гол салатын ойыншының жетіспеуі байқалынады. Өйткені чемпионатта чемпионаттың турнир кестесінің ортасына келе жатыр. Бұл команда білеміз, чемпионатта кемінде 4-те жүретін командалардың бірі. Биыл енді чемпионатта 3-тікке кірамаса кубок арқылы Еврокубокке шығуға мүмкіндігі бар. Торпеда Кутайси деген команда, бұл қазір бас бапкер ауысты, жаңадан ойыншылар келді. Чемпионатында үздік 3-тік командалардың бірі. Сол себепті недооценка жасауға болмайды. Сырт алаңда кемде тең ойнаса, жақсы нәтиже деп ойлаймын. Және өз алаңда әрі қарай Шымкенттің ыстығында бір ұтуға болатын секілді. Жеңіс Ұлытау есеп 2-0. Ұлытауда Нұркен ағамыз Мазбаев алғашқы ойыны жақсы ойын болды, бірақ ана қызыл қағаз құртып кеткен сияқты ойынды. Бірақ жеңіс енді былай бір белсенді бастады, бір-екі мүмкіндіктері болды, өздері сала алмады. Кейін осы бірінші тайм аяқталар шағында Ұлытаудан келдер ғой, келдер қызыл қағазын алды. Енді бұл жерде екі түрлі пікір айтуға болады. Біреуі умышленный, біреуі неумышленный дейді. Енді төреші айтты, енді нумның күтейік не болатын. Бірақ енді басқаны факт, бірақ ол әдейі басты ма, әлде байқамай инерциямен кетіп қалды ма? Мен енді төреші емеспін. Сіздер не дейсіздер? Енді бұл жерде қызыл қағаз берсе де болады, бермесе де болады деп ойлаймын. Менің ойымша енді кейлердікі сен адамды басып жатсың, алдында бұл
егер артқа қарап жүріп барады басып кететіндер бар ғой, ол кезде сен алдыңда жатқан адамнан кім болса секіріп кет, болмаса сен соған сүрініп құла. Бірақ енді бұл кезіндегі анау ПП-лердің бар жоқ кезде талай адамды басып мыжған кездері бар ғой, видеолар енді. Сондықтан қазір бар. Сен білесің, сен футболшысың, мен Кейлер деген көшеден келген біреу емес. Сол Ұлытаудағы ең тәжірибелі ойыншылардың біреуі. Меніңше Кейлер команданы подвать етті, бас бапкерді де подвать етті. Ана жақта Талғат Марванұлының да жағдай жүйкесін тоздырды. Сен команданың көшбасшысың, команда жақсы ойнап жатыр, 0-0. Бірінші тайм аяқталғанда 1-2 минут қалды. Болды, анау бір топқа таласатын, сен сол топты алмасаң бітті бір жағдай емес. Ауттың кетіп баратқан топ қой, нең бар доп кетіп қалғаннан кейін адамды басып. Сен байқамай басып қалдың деп, сен оның ішіне төреші кіріп шыққан жоқ қой, мысалы үшін. Ол басып кетті ма, бұл төреші қарайды, барға бір табанымен басқаны бар, шатынан басқаны бар, факт бар ма? Сондықтан мен ойымша бұл жерде төрешіні кінәлі дегеннен гөрі Кейлерді кінәлі деген әділірек болатын сияқты. Менің ойымша. Өйткені соңғы минуттар ол таласатында да емес қой, ары қарай бар. Содан кейін онсыз да сықырық болатын дүние деп тұрсың ғой. Енді Нұркен мырзаның енді шыны керек ойын стилін біз білеміз ғой, қаншалықты жақсы бапкер екенін. Енді ол футболшы ретінде емес, бапкер ретінде де біраз дәлелдеген бапкер. Алдағы ойындарда тиісті ұпайларды алып, Ұлытау енді ұшпайды деп ойлаймын мен. Тағы да осындай серияны жалғаса тағы да. Мен кеше Ұлытау жаман ойнаған жоқ, жеңіске қарсы Астана ойында мен толықтай қарап шықтым. Жаңағы қызыл қағазда болғаннан кейін басқасында бәрін. Енді мен бұл жерде жаңағы төреші біреуге көмектесті, біреуге не деді аулақпын. Кейлер мен ойымша команданы подвать етті, ал Нұркен Мазбаев ол жерде бірінші күні жаттықтырды, екінші күні алаңға шықты. Жолға шығып кетті, үшінші күні ойын болды уже. Сондықтан бір белгілі жағдайды түзетіп үлгере алды деп ойламаймын. Бірақ Ұлытауға бірнеше ойыншы керек секілді. Алдында бір жақсы сыбыстар шығып жатыр еді. Мен енді Ұлытаудың не болып жатқанын білмеймін, бірақ Ұлытаудың ойын өзіме кеше жаман ойнаған жоқ. Анау автогол кірмегенде мен ойымша жеңістен ұпай алып кету әбден мүмкін еді. Қырсықтық көріпсің ғой, сен 10-та 10 ойыншымен ойнап жатсың, сенің қорғаушы егер шабуылшы сол жерде тепсе, анандай гол соға алмайтын еді, жеңістің ойы шабуылшы тепсе. Дилио тепсін, басқа тепсін, бірақ қорғаушының тепкен добын көрдің ғой, кәдімгі керемет қақпаға. Алдында жеңістің де жеңіс Қызылжармен кім ойнап жатқан кезде Нойокты өз қақпасына басымен өлтіріп соққан жоқ па, мысалы Астана ойнап жатқанда. Сонда осындай қырсық шалды, ал енді соңғы гол ешнәрсе шешкен жоқ. Ол жерде Непогодов Нартәуекелге барды, 1-0 ұтылды, 2-0 ұтылды, бәрібір 3 ұпай қарсыласқа беріледі. Сондықтан тәуекел етіп көрді, болмады. Ал жеңісімен құттықтаймын. Жеңіс әр ойын сайын осы екінші айналымдан бастап 2 гол салып жатыр ғой. Тобылға 2 гол салды. Бірақ 2 гол жіберіп алғаны әрине бар өзінің моменттері, жаңып кетті. Бұл жолы кішкене салқынқандылық танытып 2-0 жеңді. Негізі жеңіс қазір тікелей қарсыластарымен жақсы ойнап ұпайын жинап жатыр. Өткен чемпионатта қалудың әрекеттерін жасап жатыр. Олар қазір 16 ұпай ма, 17 ұпаймен командаға ұқсамайды. Командалардың санатына кірмейді деп айтуға болады. Бізде ұшатын деген 2 команда бар ғой, Тұран мен Атырау. Тұран қазір легионерлер келсе қалай болады, кім біледі. Иә. Олар сұрақ. Бұл жерде Қайсарға қиын болайын деп тұр. Өйткені трансфер бізде терезе қашанға ашылды? 30-дан дейін ғой. Шілденің 30-на дейін. Шілденің 30-на дейін. Енді білмеймін ғой, Қайсар чемпионат басында уәде беріп еді ғой, күшейтеді деген. Бірақ әлі бірінші лиганың ойыншыларын алып жатыр, бірақ кәдімгі чемпионатта. Негізі Қайсар күшейгеннен бұрын қайта әлсіреп жатыр ғой. Бұларда кім Дидар Жалмұқан биыл өте команданың көшбасшысы болып жүрген ойыншы. Қайсарға өтіп кетті ғой. Қайсарды ана ойынды бітіріп алайық та, содан кейін Қайсарға барады. Жеңісімен құттықтаймыз. Айдын Қожахмет өзіміздің аға бауырымыз, аға досымыз. Сондықтан жақсы жеңіске жетті. Команданың 8-ші орында. Иә, қарсыластың командасының ойыншысы қызыл алып қойып кеткен Айдын Қожахметтің немесе Жеңіс футбол клубының кінәсі жоқ. Өздері істеді. Тейлордың енді ары қарай жаңағы өз жүйкесімен, өзінің несімен жұмыс жасай жатар. Сондықтан бұл ойында жеңіс демек лайық болды. Ақтөбе Атырау. Ақтөбе ойыншылармен толықты, Атырауда ойыншылармен толықты. Батыс дербиі Ақтөбеде ойын өтті. Ақтөбе Шушиначев алаңға шықты, Жуков алаңға шықты, Коржун енді екінші ойын ойнап жатыр.
Атырау толыққанды өзгерген, Тұранның бәрі көшіп келген. Иә, бапкермен басты ғой Атырау туралы. Ақтөбе Атыраумен екінші рет ойнайын деп жатыр деп. Тұранмен екінші рет ойнайын деп жатыр деп. Мен бұл жерде Атыраудың ойыны маған ұнады. Атырау менің ойымша, бірақ кеш па деп қаласында әттеген ай деп ше. Өйткені 5-ақ ұпай болып тұр, 17 ойын ойнап тастаған. Қиын болады сияқты, бірақ Атырау алдағы турларда соңына дейін күреседі, соңғы турларға дейін. Әлі алда мықты командалармен кездеседі бұл, Иә. Мықты болғанда Қайратпен ойнап тастады, Ақтөбемен ойнап тастады, Астанамен ойнап тастады бұлар. Қалған тек Оқжетпес Қайсар. Микрофонға жақын сөйлесеңіз, шляпа кисеңіз де. Оқжетпес Қайсар негізі мүмкіндік бар әлі. Атырауда ма? Иә. Өйткені Атырауды көрейінші. басқа командалар байқап жатыр, өйтіп көп ұпай алып. Атырау сырт алаңда Қызылжармен ойнайды. Сырт алаңда Ордабасымен ойнайды. Иә, өз алаңда Тұранды тұр. Иә, сырт алаңда Жетісуға барады. Жетісуда сол жағы төмен аймақта дейсің. Талдықорғанда ойнайсың сен. Оңай болмайды. Қайсар сені тікелей бәсекелесің, қарсыласың. Онымен де сен Қызылордада ойнайсың сырт алаңда. Өз алаңда Тобылды қабылдайсың. Ол оны қыркүйек айының кезінде Тобыл Еврокубокта ойнамайды. Сол кезде өзінің чемпиондық амбициясын аңғартып жататын кезде мен Атырауға барып Тобыл ұпай жоғалтады деп ойламаймын. Ұлытау бар. Енді қазан айында Атыраумен жеңіс ойнайды екен Атырауда. Содан соң Елімайға қонаққа барады екен. Ал қара. Сондықтан өте қиын. Қиын, иә. Атыраудың жағдайы. Бірақ кешегі ойына әйтеуір бір үміт сыйлады, өйткені енді дәл осы құрам сақтап қалса, төменгі лигаға ұшып кеткеннің өзінде де бірінші лигадан басты фаворит болып оралады ғой. Жоқ, стадионын жөндеп біздің ғой бәрін реттеп. Бірінші лигада легионер ойнай алмайды ғой. Жоқ, ол заңды да алып тастайын деп жатыр ғой. Биылдан бастап, келесі жылдан бастап, шатаспасам. Ол бірінші лигадан алып тастап жатыр, легионер ойнай алмайды деген. Жоқ, 3 легионер. Үш-ақ легионер ма? Клубтар солай. Алаңда үшеу жүру керек пе, жалпы командада үшеу ғана болу керек. Командада үш. Ондай жағдайда енді Атырау не үшін алып жатыр? Бұның барлығы сол премьер-лигада қалу үшін ғой енді. Дидарлардың әрекеті, сондықтан мынау шөжекті күзде санаймыз деймін. Көрейік қалай болатынын. Бірақ кешегі ойын және мына таблицаны қарасаң, кішкене деген деп қаласың да. Бірақ көрейік соңына дейін. Көп дүние өзгеру. Ақтөбе, маған Щучин ашып көрінбеді алаңда. Енді Жуков кішкене бір әсер етті. Жуковта позитив бар. Жуков ертең бір нәрсе істейді ол. Кешеде жақсы әрекеттер жасады, командаға үйренісіп келе жатыр. Корзунда төселген. Бірақ Шушиначев, Өміртаев не, Шушиначев не, білмеймін. Мысалы, Өміртаевтың орнына сен Шушиначевті алып жатсың ба? Демек сен одан Өміртаевтан мықты ойыншы алу керексің ғой. Бірақ Шушиначев андай столпты жақсы ойнайды негізі. Кешегі анау столп болады ғой, мысалы, верховой заброскаларға единоборствоны көп ұтатын ойыншы. Сол үшін алды деп ойлаймын. Өйткені Ақтөбеде екі флангта да жеңіл ойыншылар да былай жүгіруге екі флангқа жібереді, жаңағы Сосаға және Жайрауға. Сол себепті бір столп ойыншы керек болды. Өйткені Умаевты білеміз, ол столп ойыншы емес. Өміртаев столп емес. Иә, столп емес. Мысалы, Астанада Каримовка столпты ойнап жүр ғой. Сол секілді екі флангқа свобода беру үшін жасалған ойыншы секілді. Енді Шушиначевтен кеше келе салып бір нәтиже күту ол қатер. Соңғы рет мен шатаспасам наурыз айында ойнады ма, сәуір айында ма ойнаған. Одан кейін енді ғой кеше алаңға шығып жатқан. Сочиден келді ма, әлде Тараздан келді ма? Сочидан келгенде ол ХПЛ-ден келді, Сочида арендада болды ғой. Сөйтіп ХПЛ-дегі келісімшарт кеше 30 маусымда бітті. Сондықтан Шушиначев әлі өзін көрсететін шығар. Ақтөбе енді қайтадан қазір Атырауды жеңіп кетті, батыс дерби деп жатты ғой. Сондықтан ешнәрсе айта алмаймын. Мықты усиление бар. Ендігі мәселе, ендігі гаптың бәрін тек қана бас бапкерден талап етуге болады. Өйткені сенің жартылай қорғанысыңа Жуков керек дедің, алдында мен отандық тек қана дубльдің балдарымен ойнап жатырмын деп ақталатын еді. Енді Жуков жүр, ұлттық құраманың деңгейінде. Корзун жүр, жаңағы кеше Шушиначевке бар. Агбо бар. Сото ма? Соса бар, Агбо бар. Агбо бар. Мына жақта Жайро жан білмеймін. Мына дәл осы ойынмен Ақтөбе егер ары қарай сәтті өнер көрсете алмаса, қарасаң бірінші орыннан 5-ақ ұпай қалып тұр екен ғой. Легиямен ойнайды одан. Осы Легия кішкене қалай ойлайсыңдар? Кейбір Ақтөбенің жанкүйерлерінің өзі сенбейді да Легия жеңіп. Ақтөбеге енді білмеймін, Легиядан өте алады деген өзім күмәнім бар.
легия мықты. Басқа деңгей. Иә, ал Астана мен Қайратпен Ақтөбеге тайталасатын мүмкіндік өте бір қиындау, өйткені өз алаңында екеуінен де ұтылып қалды. Енді екі ойында да екі тікелей бәсекелестермен сырт алаңда өткізеді. Сондықтан осы екеуінде 6 пай алса чемпиондыққа таласуы мүмкін, бірақ осы екеуінде 6 пай ала алмаса қиын. Енді Қайрат пен Астана, мен ойлаймын, басқа жаңағы төменгі сатыда тұрған командаларға қарсы енді пай жоғалтпайтын сияқты. Және тобыл бар. Иә. Лига неде ойнамайтын. Тобылмен Еврокубокта ойнамайтын тобыл бар. Ақтөбе легиядан кейін тобылмен ойнайды. Демек, Ақтөбе акцентті легияға қоя ма, әлде тобылға қоя ма? Міне осы сұрақ қой. Жоқ, неге Еврокубокта ойнап жатқаннан кейін кез келген команда Еврокубокта өзін көрсеткісі келеді. Ойнайды дейсің ғой, соңына дейін бері. Өйткені олар ойындарын кейінге шегеріп алды. Легиямен екі ойын арасында ойын жоқ. Бір апта бойы демалып келіп Қазақстанда жаңағы тренировкасын жасап ойнай береді. Сол себепті ондай қатты проблема көріп тұрған жоқпын. Легияны негізі ұтуға болады. Ордабасы көрсетті, өйткені оларды чемпионат басталған жоқ. Сонда алдағы 3 ойында Левчуктың тағдыры шешіледі ғой, иә? Легиямен 2 ойын ойнайды, одан кейін тобылмен ойнап жатса, осы 3 ойында мысалға легиядан ұшып кетіп тобылды ұта алмай қалып жатса, Левчукты не үшін қалтыруға болады? Спарта Прагамен ойнайды әрі қарай. Легияны өтсе ма? Ұтылса Спарта Прага. Біз бұл жақта біздің команда. Ертең Спарта Праганы өтіп атса қалай. Біздің командалар Европа лигасында ұтылса, конференция лигасына түсетін мүмкіндік. Бірінші ойыннан өту деген талап жоқ қой, сонда, иә? Ол жағын мен әлі зерттемеппін, бірақ енді легия қарсы өте қиын жағдай. Бір легияның алдындағы ойындарын білем ғой, бірақ мықты құрам бар қазір. Осы бір Шучиначевтердің ойыны жүру керек қой ол үшін. Бірінші ойын қонақта ғой, иә? Қонақта, иә. Дома қонақта кішкене көп жібермей, кемі тең ұстап, жеңіп жатса қуанамыз ғой, тең ұстап. Ақтөбеде Қобыландыда толтырып. Легия ол Атырау емес, Легия ол Тұран емес. Ақтөбеге барын салу керек қой. Легия меніңше қатты бүйтіп Ақтөбеге қатты мықты дайындалып отқан жоқ секілді, өйткені олар Еврокубокта былтыр жартылай финалға дейін жетті ғой, біраз жылға дейін жетті. Сосын оларда бір андай застой болады, кез келген команда. Базельде болды тобылға қарсы, білеміз, иә? Меніңше легияда сондай болады. Ақтөбе легияны өтуге мүмкіншілігі көп болады. Ауызғамай. Елімай тобыл орталық матч деп мінекей белгіленіп тұр. 2-3, не деген керемет голдар болды, тамаша атмосфера, оны айта береміз. Гол керемет. Чесноков, жеңіске қарсы көрінбеген Чесноков Семейде бір өзін көрсетті. Гол әдемі ма, пас әдемі ма дейтіндей ойын болды ғой. Мен Сауди деген. Тобыл өте жақсы ойнады. Тобыл өте жақсы ойнады. Тобыл өзі бір голды да жіберетін, голды да салатын команда. Бір анау скандинав елдердің командасы болады ғой. Голды да көп салады, голды да көп жіберетін. Ойын шабуыл, веселый футбол, көңілді футбол ойнайтын команда. Жабық футбол емес, шыпыстыратын футбол ойнамайды. Тобылдың ойыны қашан да көрсең, осындай бір. Жұмасқалиевтің арқасы деп ойлаймыз. Нұрбол Жұмасқалиев өзі шабуылшы болғаннан кейін шабуылға көп дем бөлетін секілді. Тобылдың ойыны маған ұнайды негізі. Әдемі ойнайды. Кез келген командаға ойнауға мүмкіншілік береді да, өзі де ойнайды. Бүйтіп андай жабылып алып, тысып алып ойнамайды. Кез келген сәт. Иә, көңілді футбол ғой. Бұл жерде Елімай камбэк жасау алдында қалды. 2-0 кезін 2-2 қылды. Ана Мужиков пенальти саламай қалды. 2-2 болды. Осымен ойын бітті деп жатқан кезде Чесноков сақып кетеді голды. Артынша Елімайда 1-2 мүмкіндіктер болады, моменттер. Соны саламай қалады. Бір қырыс шалса, соңына дейін шалады деген сол ғой. Бірақ менің ойымша тең ойын еді мынау негізі. Бірақ мен бұл ойынның алдында неге тобыл жеңеді деген болжам жасадым. Себебі Елімайдың соңғы ойындарын көрдім. Тұранның өзін әупірімдеп жүріп, тек қана Жайналиев Айрудың жеке шеберлігінің арқасында ұтты. Қайсарды жаңағы Наженко деген төрешінің қызылордалықтарға деген қаталдығының арқасында, жоқ қызыл қағазды беруінің арқасында ұтты. Сондықтан мен бұл ойында Елімайдың сол жаңағы аутсайдерлерді әупірімдеп жүріп отқаннан кейін тобылға қарсы ешқандай қайран көрсете алмайтынына
деп ойладым. Бірақ ол қайта Елімай 0-2 ұтылып жатып, мінез көрсетті. Бәлкім Тобыл 2-0-ден кейін ең қауіпті есеп деп жатады ғой. Содан кейін босаңсып қалды ма кеше Мадридтің Реалдың өзі анау Боруссия Дортмундқа қарсы қандай босаңсып қалғанын көріп отырмыз ғой. Сондықтан Тобыл менің ойымша мүмкіндік беріп қойды, босаңсып қалды. Қанша дегенмен мен бапкерлерден, ойыншылардан сұраймын ғой, қанша сен айтасың 2-0-ден кейін сен тіпті екі есе жауапкершілік біліп тұрасың дейді да команда. Бірақ жігіттерде бәрібір босаңсу болады. Анау жаба салады, анау менің орныма қайта салады деген нәрсе психологиялық тұрғыда любой әлемнің кез келген түкпіріндегі футболда болатын нәрсе. Соның пайдаланып Елімай құтқарды жаңағы жағдайды. Бірақ Тобыл керек кезде қажет күшті қосты, стандартты әдемі ойнатты. Чесноковтың жеке шеберлігі, Эльмесауидің сызықпен, кәдімгі циркульмен сызып тұрып бергендей өлшеп берген пасы, және қостанайлықтар лайықты жеңіске жетті, және осы бір Тобылдың жеңіспен тең ойнап еді алдында, барлығы күмәнданамастан, бірақ мына қайтадан жанкүйерлер алдында, сарапшылар алдында әлі де чемпиондыққа лайық. Жеңіспен ойындаған сәтсіздікті болған кім еді жаңағы кеше бірінші голды соққан Мартинович пе? Жоқ, ол Қайраттікі ғой. Бірінші гол Тобылдың бірінші голын салған ойыншы. Жұмашев па? Жоқ, легионер. Легионер. Қорғаушыны айтып тұрсың ба? Миладинович па? Миладинович. Жоқ, Миладинович емес, қазір айтамын. Вукчевич өткен жолы жеңіспен болған ойында, байқасаңдар, жеңіс 2 гол салып алды ғой. Сол кезде тайып құлады ғой. Неге десеңіздер, өткені ол ойынға пластмасс бутсы киіп шықты. Негізі темір бутсы киеді екен әдетте. Сол ойында пластмасс бутсы киіп шыққан, бірақ матч алдындағы разминкада шығып көрген, ешқандай тайғанақ болмаған. Бірақ ойыншылар кіргеннен кейін су шашады ғой алаңға. Қаттырақ шашып жіберген ғой. Бұл сол жерде байқасаңдар, Адилио бірге бір шығып сала алмай қалады. Сол жерде аяғына тайып, жағдай тегіс жерде сүрініп құлайды. Екінші гол кіретін кезде жерге домалап түседі, жаңағы бірінші гол кіретін кезде екінші голды да дәл осы аяғына салып береді, подудар шығарып береді, жаңағы Аслан Әділ салатын кезде Адилионың аяғына салып береді. Сол Вукчевич екінші таймға бутсын ауыстырып шыққан, содан кейін жақсы ойнаған. Кукуреле сияқты болған ғой. Енді бұл жерде мен әйтпесе ойладым, ордабасын, Тобылдың, мен сұрадым Тобылдағы жігіттерден, ойынды беріп жатсыңдар ма? Не масқара мынау? Тобыл 1 емес, 2 емес, 3 емес, аяқтарына өздері подудар шығарып беріп жатыр. Әлде Вукчевич сатып алған ба, не болған деген өздеріне сұрағым, сөйтсем, Вукчевич жағдай бутсы. Мәселе бутсыда дейсің ғой. Мәселе бутсыда болған анықталды артынан. Елімайда Кенжебек шыққан жоқ. Кенжебек енді келесі турларда шығады. Кенжебекпен контрактке қол қойылды, өздеріңіз көргендей. Кенжебек енді келесі матчтарға шығады. Енді келісімшарт қалай болды десем, сол Тайрузбен Свиридовпен айлықтары бірдей дейді. Қатты қымбат емес деген сөз. Оразовпен енді Силкиборг кішкене проблема болып жатыр дейді. Силкиборг, өйткені Силкиборгтың ойыншысы кішкене бір контрактта кейбір нюанстар әлі шешілмей жатыр дейді. Елімай өз тарапынан барлығын жасаған, берген. Енді соңғысы Силкиборг сәл созып жатыр деген әңгіме бар. Мүмкін кішкене бағасын арттырғысы келіп жатыр ма? Мен Елімайда бір ойыншыға ризамын, Роман Мұртазаевқа. Барлығы бұл ойыншының карьерасына крест қойып, болды, бітті. Шалчаухан деген кезде Роман Мұртазаев қазір жақсы голдар соғып жүр. Тіпті Айбалаңның сыртынан жақсы гол соқтып жүр. Баспен де әдемі ойнап жүр. Керекті голдар соғып жүр. Осы Роман үшін мен қуаныштымын. Және бұл Роман егер баяғы бабына оралып, осындай турдан турға гол соға берсе, ұлттық құрамаға да бұл пайдасы тиеді деп ойлаймын. Тәжірибелі ойыншы. Сол үшін Роман Мұртазаев үшін Елімайда ерекше қуаныш. Бұл жерде төрешілерге Елімай тарапынан көп сын айтылды. Жанкүйерлер де алаңда қиқулап, айқай шумен төрешілерді шығарып тастаған. Дәл соны ешқандай түсінбедім мен. Төрешіге мен не шағым көрсетті? Анау Төреш саған пенальти қойып берді, пенальтиіңді сала алмадың. Не тағы әр ойында қарсыластың ойыншы қуа беру керек па? Өркемақанды мысал үшін қызыл қағаз бермеу керек. Бір Елімайдың ойыншысы немесе біреу айтмай қызыл қағаз беретін жер емес еді ол. Негізі бас төреші сары қағаз да берген жоқ қой, тоқтатқан да жоқ. Анау Нажденко деген араласып құртты ғой. Мен айтпақшы Қайсар жайлы енді айтамыз ғой, соны айтамыз. Мысалға, сол кезде біреу шуламады ма? Өгізге туған күн бұзауға да туады деген бар. Сен, мен айтайын, алдыңғы ойында сен төрешінің сондай бір шешімнің арқасында 3 ұпайға қол жеткізіп атсаң, келесі ойында сен төреші жайлы айтуға моральдық құқың жоқ. Айтасың ба, бәр кезде әділ бол. Елімайды маусым басында ойбай сүйрейді деп шулайтындар болды ғой. Пабликтер де болды. Пабликтер деп сөйлейік, семей емес.
Елімайдың өзі ренжіп жатыр ғой төрешілерге. бізге фол бермеді, соның жоқ ол жерде таза ойын болды, қызық ойын болды. төрешілер андай человеческий фактор дейді ғой, адами факторлар ғой, просто оның жаңағы деңгей ғой просто. Алдында да айттық қой соны. Бұл жерде Елімайдың облыс басшысы ғой қазір, Берік Уәли мырза келді. Мен бір түсінгенім, маған жеткен ақпараттар бойынша клубты кәдімгідей жіті бақылауға алып, назарға алып, соны Кенжебектер келіп жатыр. Жоқ, сондай мықты ойыншылар келіп жатыр ғой. Сондықтан менің ойымша төреші деп шағымданбай-ақ, Елімай сен қанша деген статусың бар командасың ғой, сен жағы аутсайдер емессің, басқа емессің, пәлен пәште мені қинап жатыр, төрешілер төмпештеп жатыр, турдан турға әр ойыншымды қуып жатыр алаңнан дейтіндей. Осындай жағдай болып жатса, мен айтуға болады. Сол үшін менің ойымша Елімайға қазір осы бір дүниені жауапкершілікті сезіне білу. Сен топ командасың, сен биыл амбицияң жоғары, сен чемпиондыққа таласам деп жатсың. Сен Рамазан Оразовты ешкім ала алмай жатқан, оның сұрап отқан қаражатын таба алмай отқан ойыншын алайын деп отырсың. Ғалымжан Кенжебекті әкеп отырсың. Құрамыңда жақсы ойыншылар бар. Бас бапкеріңде тәжірибелі маман, Еврокубокта ойнаған, жүлдеге де таласқан. Менің ойымша осындай нәрселерден аулақ болу керек секілді кәр. Төреші өздері айтады, мысалға төреші бір ойында басқа қарсыластар төреші неғып жатса, ойбай төрешілік бізде әділ дейді да, бір тур өтпей жатып келесі турда төреші деген әңгімені шығару, менің ойымша қисынға келмейді ешқандай. Жалпы Берік Уәлиді айтып жатқан, қолымыз ұзарып қалды дейді клубтағылар. Сол келгенде. Енді Берік Уәлимен қолымыз ұзарып қалды деп жатыр да. Биыл тағайындалған кезде әлеуметтік желіде бірден жаздым ғой, Елімай алдағы уақытта чемпион болады деп. Мен амбициясы қандай екенін білеміз. Тіпті журналистер арасындағы жарыста Бекең деген бомбардир болуға таласып, кәдімгі командасы чемпиондыққа командаға таласып, жай әшейін вайп үшін ойнап кетейін деген сияқты бір аутсайдерге барып негізгі адам жүрмейді. Көшбасшы командада жүретін. Ол жеңілгенді ұнатпайтын адам ғой. Жеңілгенді ұнатпайтын. Сондықтан Елімайда нағыз өзінің сырттан барған адам емес, Елімайдың сол тумасы, Семейдің бала кездегі ел, нағыз Елімайдың ел чемпионы болып жүрген кезіндегі барлық тарихын білетін команда. Сондықтан Берік Уәли ағамыз бар кезде Елімай менің ойымша биыл болмаса да алдағы 2-3 жылда чемпион болады деп ойлаймын. Жалпы Елімай осы трансферлік ауысым кезде жақсы жұмыс істеп жатыр негізі. Былай қарасаңыз, Ғалымжан Кенжебектің топ 4-те тұрған командалардан әрқайсысы алғысы келген. Иә. Елімай алып кетіп жатыр да, бұндай ойыншының. Бұл уже жаңа облыс басшылығының жақсы жұмыс істеп жатқан әсері деп ойлаймын. Өйткені кез келген клуб қазір мүмкіншілігі жоқ, тіпті жаңағы жақсы легионер алып келуге де мүмкіншілігі жоқ. Сен жақсы қазақстандық алу тіпті өте қиын, өйткені білеміз, қазақстандық ойыншылардың айлықтары көбейіп жатыр. Өйткені көріп жатыр қазір қандай заңдар қабылданып жатыр. Осы заң бір кері әсерін де беріп жатқан секілді, өйткені шетелде жүрген қазақстандықтар қайтадан келіп жатыр, байқап жатыр. Мысалы үшін, егер Елімайдың жанкүйері болсаң, тек қана қуануға болады. Сен құрамаға Ғалымжан Кенжебек келіп жатқанына, Рамазан Оразов келіп жатқанына, бірақ егер қазақ футболының жанкүйері болсаң, сен қуанбайсың. Өйткені бір ғана мысал, Ян Вараговский, Бельгияда қандай ойнап жүрді, Бельгиядан келген кездегі оның деңгейі, Астанадағы деңгейі, ұлттық құрамадағы ойын көрсеткен үлгісі мүлдем бөлек болды. Ал енді Қазақстанда жүріп, өз қазанында өзі қайнап атқандағы Ян Вараговскийді дәл сол Бельгиядан келген кездегі Янмен салыстыру мүлдем қисын қимайды. Енді Ғалымжанның қазір Европаға кеткенге дейінгі Ғалымжан мен қазір Ғалымжанның ойынын көрші. Бірге бір кешегі ойындарда аяқ қалады, сол аяқ қадалады, оң аяқ қалады, қақпаның алдында ешқандай саспайды. Осы бір жағдайды ертең Ғалымжан жоғалтып аламыз ба деген менде уайым бар. Жақсы. Жетісу Астана 0-2. Не айтуға болады? Дәл осы ойын жайлы ешнәрсе демей ақ қойшы, мен артық айтып қоюым мүмкін, бірақ жеңілетін білдім. Жетісудың ба? Енді түсінікті, Астана деңгей, мысалы да сол ойында былай айтайыншы, анау Тамастың әдемі голын саналмай қойды ғой. Егер дәл сол голды Жетісу салып саналмай қойсақ, бүкіл шулап, бүкіл паблик жазып, неше түрлі подкасттар кетіп қалар еді да, сол егер ойбай анау санамады, ешкім айтпады, неге санамады деп. Мысалы әп-әдемі гол салды Тамасов, баса салып. Астана бұл ойында бір бас жоғары екен білінді, өйткені легионерлердің деңгейі басқа. Ертең Еврокубокта ойнайды, Зимбруға қарсы ойнайды, келесі ойын Еврокубоктегі бірінші ойын өз алаңында ойнайды, келесі ойында сырт алаңында ойнайды.
Астана бірінші орында тұр. Және бізде жаман тенденцияда кез келген команда бірінші орынға шықса, төменде тұрған командалардың нелері жаңағы подконтрольный пабликтері жұмыс істей бастайды. Ертең мысалы Қайрат, Ақтөбе жоғарыға шықса, оның төменде тұрған командалардың нелері жұмыс істей бастайды да, анда ойбай осыны аяқтан шалу дейсің ғой. шалу басталады. Бұл жерде Азербайжанский чемпионатты қараймын да, мысалы Карабах, Нефтчи ойнайды, мысалы комментарий оқып адамға Азербайжан кәдімгідей жанкүйер болып, о, молодцы, анау Азербайжан чемпионатын көтеріп жатсыңдар. Сендер Карабах ойбай бүйтіп жатыр деп оқымаймын да, жанкүйерлер тарапынан. Бізде шығып кетсе, ойбай, анау өйтті. Жоқ, бұл ондай теріс пікірлерде кәдімгі сен тек стилің емес, сөйлеу неңде өзгерді сенің. Жоқ, теріс пікірлерде, оң пікірлерде айтылады ғой. Енді былайынша қарап тұрсаң, Жетісудың Астанаға ұтылуы ешкімді таң қалдырмайды. Астананың немесе Жетісудың. Жоқ, бұл жерде көпшілік ойлады ғой, бұл жерде бір не бар деп, кілтипан бар мүмкін. Жетісу ұтып кетеді. Бірақ енді кешегі Жетісудың жіберген голдарын мен енді кеше Самат Смаковтың өзі де айтып отыр ғой, контратакамен кетті ғой. Бір енді қасында Чинедудің қасында былшыл жүгіріп жүр, қасында далақ. Чинедудің деңгейімен керемет ойнап жүрмеді. Чинеду осы күнге дейін қайда жүрді мысалға. Одан бес ол мен кешегі Астананың жеңіс жағы Смаковтың қалай айтса да әйтеуір қорғаушыларына ренжитіндей бар. Мен де ана ойынды көрдім. Қазақстан премьер-лигасында дәл андай голдардың кіруі, дәл андай қорғаушылардың Қазақстан премьер-лигасында ойнауы жалпы өте ұят. Айбек Смаков маусымның басында айтып қойды ғой, мен мынандай ойыншылармен төменгі алтылықта боламын. Мен Астаналар сияқты топ командаларға қарсы ойнамайды. Ол басында айтып қойған ол. Жетісудың құрамын қараңызшы. 20 жастағы 6 ойыншы шықты. 20-21 жастағы 6 ойыншы. Бәрі қазақстандық ойыншылар, Мирас Оматай жақсы ойнады кеше, мысалы. Мүмкіншілік беріп жатыр. Смақовтың футболы әдемі, маған ұнайды Смақов. Жоқ, Смақовтың футболы, оның алдында Ақтөбені ұтқаны барлығы таза ұтты ғой енді. Мен Смақовтың бапкерлігіне, осындай жетістігіне мен қуаныштымын. Бірақ кешегі ойында енді барлығы сені жіті бағылап, сен осындай болады деп андай неғып жатқан кезде ойыншылар бір жан салып ойнау керек еді да. Жан салып ойнады. Мен анарда енді Чинедудің қасында 4 адамның далақ-далақ жүгіріп жүргені саған сән ба, мысалға? Скороспен алып кетті ғой Чинедуды, скорост бар екен, білесіз. Анау қорғаушылардың қателігі болды ол жерде. Мен жоқ, Астананың мен кеше жеңгеніне, мен оны ешқандай таң қалған жоқпын. Жеңетін және жеңу керек еді. Және Еврокубоктың алдында Астанаға бұл эмоциялық тұрғыда керек, өткен турда Қызылжарды ұтып тұрып, 3-1 есебімен жеңісті есепті ұстап тұра алмай қалды. Астананың ойыны бар, жақсы легионерлері бар, және Чинедудің қайта оралғанына, егер бұдан кейін де басқа ойыншыларға қарсы, басқа топ командаларға қатысты, осылай дәл өзінің корпусын, жаңағы сен айтқан жылдамдығын пайдаланып көрсетіп жатса, керемет. Ал соның бар жылдамдығы мен корпусы Талдықорғанда қалып қойып жатса, ол басқа әңгіме. Қазбек, сен алдында айтып едің, Астана Еврокубокқа акцент қоймайды, чемпионатқа бағыт алды. Жоқ, Еврокубокқа акцент қоймайды дегенде олай айтқан жоқпын. Мен айттым, егер Еврокубокта жол болып, жаңағыдай өтіп жатса өтеді, ал өтпесе өкініш жоқ дедің ба? Өтпесе чемпионатқа көңіл бөледі. Ертең плей-оффта сен жаңағыдай Бешикташ сондай командалармен түсіп қалсаң, Фейнордпен түсіп қалсаң, сен айтамайсың ол жерде, сенде Фейнордты өту деген бұйырғаны болады дейсің ғой. Бұйырғаны болады. Қазіргі жағдайда Зимбруды өту керек. Өткен Зимбрудың деңгейі Астанадан төмен екенін білеміз, легионерлердің. Бұл бір жағынан қаржылық тұрғыда да мотивация бар ғой, гонорар өтеді дегендей. Сондықтан менің ойымша Зимбруд өтеді, Астана, ешқандай күмәнім жоқ, және Астана дәл қазір лайықты бірінші орында келе жатыр. Өткені керек кезде қажетті ұпайларды ала білді. Мысалға Ақтөбе жоқ жерден сүрініп атты, Қайрат жоқ жерден сүрініп атты. Теңізбен тең ойнап жатты. Тобыл жаңағы Вукчевичтің бутысын таңдай алмаған. Және Астанаға қарсы ойнауға болатын Қызылжар көрсетті. Елімай жақта неғып жатқан кезде, сүрініп атқан кезде Астана керекті ұпайларды алып алды, және менің ойымша әлде басты фаворит чемпиондық. Және ең керемет матч Шымкентте орын алды. Оқжетпес Қайсар 4-2. Енді
Қайсар білмеймін Шымкентке барса осылай 4-5 гол жіберетін бір әдеті пайда болып ше. Өткен Қайсар Ордабасыда да солай 5-0 жеңілді. Осы жолда 4 гол жіберді. Оқжетпес жайлы не айтуға болады? Сен қазір Қайсар жайлы айтшы. Оқжетпес бапкерін ауыстырды. Ферапонтовты Мұрат Лешев жіберді. Орнына Қайрат Нұрдәулетовті алды. Мен Нұрдәулетовпен сөйлестім. Атмосфера қалай дедім. Атмосфера жақсы дейді. Әрине Ферапонтовтың еңбегін жоққа шығара алмаймын. Команданы физикалық тұрғыда әдемі қалдырып кетті. Еңбегі бар. Оған ерекше алғысым бар, құрметім бар деді. Мені Тлешев Мұрат шақырды деді. Келдім, шешімді қабыл алдым деді. Материал ұнап тұрмаған деді. Жаңадан жақсы ойыншылар қосам деді. 1-2 легионер деді. Соны күтіп отырмын. Және акцентті тағы да жас қазақ балаларды аламыз деді. Біз саясатымызды өзгертпейміз деді. Сондай-ақ Дарабаев кетті деді. Мен Дарабаевқа звондадым деді. Сен мен үшін кетіп жатсың ба? Мен сенен сұрап тұрмын қалып. Жоқ, мен маусымның басында бірінші айналымнан кейін кетем деп келіскем. Демек Дарабаев бір клубта пайда болады жақын арада. Ол Қайрат Нұрдәулетовтің келуімен немесе Ферапонтовтың кетуімен емес, ол Оқжетпеске келген кезде маусымның басында жазғы трансферде кетем деп келіскен екен. Демек бір жерден приглашениесі бар оның. Сол кетейін деп жатыр. Ол бір. Екіншіден Прцема ол да кетті, орнына сондай бір легионерлер алады және қазақтар аламыз деп отыр. Және мен өз мүмкіндігімді пайдаланам, барын салам деді. Көрейік Қайрат Нұрдәулеттің. Және кешегі ойында жалпы ойын енді біреулер айтуы мүмкін, бұл сол Ферапонтовтың әлі сол эффектісі ғой деген сияқты. Жоқ, енді мен кеше Ферапонтов кетіп жатқан кезде мен де өкінген адамдардың бірімін. Әттең-ай қандай командамен жақсы материал ғой, жақсы команда жасап. Өкінішті деп. Бірақ енді былайынша қарайтын болсаң, біз Ферапонтовты көп мақтадық. Ферапонтовты бұған дейін білетіндер де аз болды ғой негізі біздің оқырмандардың, жанкүйерлердің арасында. Бірақ жақсы медиа қалыптасты Оқжетпестің. Жақсы тактик қой. Ойыны себеп болды, бірақ енді қазір Оқжетпестің ойында спат болып жатты, өздерің білесіңдер, Жұматтардың да ойыны жүрмей жатты. Осыған келе жатты негізі Оқжетпестің бас бапкері ауысуы мүмкін екені. Сондан ауысқан кезде, бірақ әттеген-ай ана бір әлде де уақыт беру керек бетте болдым, бірақ Қайрат Нұрдәулетов жайлы тағайындаған кезде кеше қуандым. Қайрекең үшін қуандым. Өте білікті бапкерлердің бірі, талантты бапкерлердің бірі, өзіндік көзқарасы бар, ойын ашық айта алатын, ешқашан бұл жабылып қалмайтын, ешқашан бір бақтан қашпайтын, сондай бір батылдығы бар, және өзінің ойы да бар. Енді ертістен кеткенінде жақсы білем, не үшін кеткенінде, сондықтан өзінің бір принципі, өзінің ісіне деген адалдығы бар. Сол үшін Қайрат Нұрдәулетовке сәттілік тілеймін, бірақ енді дәл осы ойынның алдында мен өзім пікірімді айтқанда, Қайсар оңтүстіктегі ойында ұтылмайды деп ойлағанмын, бірақ ол Нұрдәулетов барам дегенше берілген пікір болатын. Нұрдәулетов барды, және Оқжетпесті керекті өзінің алдында айтып жүрген, мынаны былай ойнатуға болатын, айналып былай қойып разборларын жасаған кезде. Сол үшін Қайрат Нұрдәулетовтың командасының жеңісі ешқандай таңғалған жоқпын. Қуандым Қайрекең үшін сәтті болғанына. Енді Қайсардың өзім Қызылорданың тумасы ретінде осылай ұтылып қалғанына өкінішті білдірем, бірақ Қайсардың бар деңгейі осы екенін түсініп тұрмын. Дидар Жалмұқан жарақатта биылғы көшбасшылардың бірі. Айбар Жақсылықов өткенде пневмония болып қалды. Қазір өкпесі толық 90 минут ойнауға шыдамайды. Жайлап қосып жүр. Айбол Абекен өткенде пақын ауыртып алды. Ол да қазір уколмен шығып жүр. Астанаға келіп кетіп, аптаның ортасында емін қабылдап кетіп жүргенде өздерің білетін шығарсыңдар, нағыз сенің көшбасшы биылғы ойыныңды алғашқы қалыптастырған осындай ойыншылардың қиын жағдайда жүргенін ескерсек, бірінші лигадан келген ойыншылар мен Кумуков әрбір тур сайын Астанаға қарсы, жаңағы кім? Қайратқа қарсы, Тобылға қарсы командаңды қайрай алғандай, сен қиын, әр ойында келе бермейді. Сондықтан Кумуков бапкерді еш нәрсе деп кінәламаймын, барын жасады. Кеше жаттығуда қинап жіберген, двухразовый жаттығу жасады. Әңгіме дегенді мен ол пікірмен келіспеймін. Сен сол екі двухразовый тренировкамен, сол Кумуковтың методымен Қайратты тоқтаттың, Астананы тоқтаттың. Енді неге Оқжетпеске келгенде әсер етпей қалды деп
бапкерди кінәлау дұрыс емес. Соның үшін қолдау білдіруіміз керек, біз бұндай жағдай түсіністік білдіруіміз керек. Сенің Қайсардың құрамындағы ойыншылар мен Оқжетпестің құрамындағы ойыншыларды қазір салыстыруға келмейді. Оқжетпестің 4 ойыншы кеше ұлттық құрамаға шақыртып алды. Ол тегін емес, кеңейді. Және болашағынан үміт күттіретін амбициясы бар жігіттер бар Оқжетпесте. Ал Қайсарда кім бар? Думан Нәрзілдаев көшбасшылардан қалған. Болды. Сен ұлттық құрамаға шақыртылуға мүмкіндігі бар. Айбор Жақсылық жарақатына байланысты Айбол Әбікен ойнай алмай жатыр. Дидар Жалмұқан тәжірибелі деген ол ойнай алмай жатыр. Енді сен қалған командамен не істейсің? Сол үшін қайшықандай өкінбеймін. Қайсардың жігіттеріне мойымаңдар деймін. Және көп бапкерге сәттілік тілеймін. Және Оқжетпестің жеңісімен құттықтаймын. Лайықты түрде Оқжетпес осы ойында жеңіске лайық болды. Қайсар 4 гол жіберуге лайық болмаған шығар. Оқжетпестің қарап атсаң алғашқы тепкен голдары зырт кіріп кетіп жатты. Сол үшін Қайсардың ойыншыларының сағы сынбасын. Мен әлде Қызылордаға көп бапкерге сенемін. 3-4 ойыншы аламыз деп жатыр едім. Бір ойыншы баруы мүмкін жақында. Осы аптаның ішінде бір ойыншы барып қалуы мүмкін. Сондықтан жақсы өзім бір хабар күтемін. Енді Қайсарға бізде сенеміз. Өз алаңдағы ойындардың барлығы драма ғой, биг драма шоу ғой. Сондықтан сол драманы жалғастыра берсе, маусымда биыл қалса, Артаев айтпақшы, келесі жылы әйтеуір жаңа стадионда жаңа бір амбициялармен Қайсар күшейеді деп ойлаймыз. Ең басты биыл ұшып кетпеу. Неде болса биыл ұшып кетпеу керек, өйткені жаңа стадион, келесі жылы жаңа стадион бірінші лигадағы матч өтіп жатса өте ауыр болатын. Негізі Қайсар өз қолында жүр, бірақ соңғы ойындарда неге сәтсіз болып қалды? Елімаймен болған ойында бір ойыншы қызыл қағаз алды, жаңағыдай жоқ жерден шешуші мәнге ие болды. Және пенальтиді беріп тұрып Айбар Жақсылықты құлатты жаға неған кезде. Сосын енді төреші жайлы айтайын десем, мына нәрсені айтқым келеді да. Наженко болды, және алаңда кім еді болған төреші. Және оның алдында Шиповских болды, Ұлытаумен болған матчта. Қызылордаға менің бір өтінішім, енді федерацияда өзіңде барсың ғой, қазақ төрешілер жіберген дұрыс секілді. Өйткені мен Қайсардағы ойыншыларды білемін да, орысша да сөйлей алмайды олар. Товарищ студиядан басқа орысша сөз біледі деп ойламаймын. Соның үшін кешегі Өрген Маханды да қызыл қағаз алып жатқан кезде барып түсіндіре де алмайды. Сол үшін осы Қызылордаға тек қана қазақтар ойнап жатқан, онсыз да қиын жағдайда жүрген, жоқтан бар құрап жатқан команданы жағдай қатал төрешілерді, анандай төреші мынандай болады, қатал төрешілер деп айтайын, қызылордалықтарға қатал төрешілерді емес, бір қазақ төрешілерді, қазақ тілі төрешілерді жіберсе дұрыс болады деп ойлаймын. Өте орынды пікір. Тиісті азаматтар шешім шығарады деп ойдамыз. Қайсарды бәріміз бақылаймыз, тілектеспіз. Және маусымда қалғанын қалаймыз. Оқжетпес Ферапонов жайлы енді сол Астанамен болған ойыннан кейін дауыл басталды ғой. Сол себепті алып тастады дейді барлығы. Енді ол сөздің рас өтірігін біз енді Мұраттың өзінен сұрауымыз керек. Мұрат Тілешевті кетсін деп атқандарды түсінбедім. Жоқ, Мұрат Тілешев не істеді? Ол тамаша стадионды ремонттап жатыр, жақсы команда жасақтап жатыр, жақсы бапкер алып келді, бала шағаның барлығын Сербияға, Хорватияға жарыстарға жіберіп жатыр. Мұрат Тілешев жақсы жұмыс жасап жатыр қазір. Демеушілер бар. Және жаман бапкер әкелген жоқ қой. Қайрат Нұрдәулетовті әкеліп жатыр. Мен Мұрат Тілешевті қайтаға қолдау керек деп ойлаймын осындай кезде. Замандас, Нұрдәулет екеуі бір замандас, бір ұлттық құрамада ойнаған, тіл табысады, жақсы қарасаң жақсы тандем құрылып жатыр ғой. Жалпы мынау легионерлер тақырыбына тағы келгім келіп тұр. 2-3 легионер аламыз. 2-3 легионер кез келген тіпті қазақстандық командамен ойнаймын деген команда үшін де керек секілді. Өйткені Оқжетпес көрсетіп тұр да. Мысалы керекті позицияға мысалы Суцич бар, неде ортада ұстайтын, Франьо Перце болды, Юванчич деген ойыншы бар, 4 гол қатарынан салып, керекті голдарды алып берді да, бұл ойыншыларда, керекті ойындарда саған ұпай алып береді. Міндетті түрде 12 легионер алып келу деген ешқандай талап жоқ. Бір демеуші тартып, 3 легионер ғана алып келсең, саған жетіп жатыр чемпионаттың барысына. 3-4 легионер кез келген командада болу керек деген ойдамын. Қиын жағдайда жаңағыдай
бірінші лиганың деңгейіндегі ойыншыларды қазір премьер лигада ойнатып жатырмыз, ол жетіскендік емес. Біз ертеңгі уақытта бұдан ұлттық құраманы төмендетіп аламыз, Қазақстан чемпионатының деңгейін төмендетіп аламыз. Сондықтан мен ойлаймын, кейде бір облыс басшылықтары тек қана қазақстандық ойыншылармен ойнаймыз деуі мына көп спонсор іздеп, демеуші іздеп, бас қатырмас үшін айтатын секілді, бар ғой, әйтеуір бас футболға берілген ақшам бар, отандық ойыншылармен ойнай беріңдер демей, осындай бір легионерлер алуына команданы не қылайық, ойлайық деп, сондықтан мүмкіндік беру керек. Ертең отандық ойыншылар да қымбаттап кетеді. Сол кезде керісінше отандық ойыншылар легионерлерден қымбаттап кетеді. Қазірдің өзінде қымбаттап кетіп жатыр ғой. Сондықтан енді жағы қол жетпес бір Тілешовке қолдау білдірейік дегенді айтқым келеді. Оны қуып жіберу керек, басқа керек деп түсінбедім. Облыс әкімімен өткенде кездесіп жүрді. Облыс әкімі Мұраттың мысалға абыройы бар, беделі бар. Ол бір жаңағы агенттерге қарап қалады деп ойламаймын. Кез келген футболшымен тікелей де сөйлей салады. Оқжетпеске мысалға ойыншы тартуға, кешегі Қайрат Нұрдәулетов тартуға да Мұрат Тілешевтің беделі әсер етті деп ойлаймын, тікелей. Сондықтан Мұрат Тілешевке Нұрдәулетов арасында керемет тандем бар. Ұлытауда қарасаң, Талғат Байсуфинов пен Нұркен Мазбаев арасындағы тандем бар, ұлттық құрамада екеуі бірге жұмыс жасаған. Осындай бір тандемдер күшті қалыптасып келе жатыр ғой. Жақсы нәрседен үмітті болайықшы енді. Жақсы. Таблица міне кесте: Астана 1-де 37, Қайрат 36, Ақтөбе 32, Тобыл әлі де болса фаворит 31 ұпай, бірақ 2 ойын кем өткізген, олардың жеңсе 37 ұпаймен бірінші орынға шығып кетеді. Елімайда 24, енді Оқжетпес, Елімайлар, Ордабасылар жоғары көтеріле ала ма? Ол енді уақыт еншісі, бірақ қиындау сияқты. Бұл таблицаны 3 бөлікке бөліп қарауға болады. Астана, Қайрат, Ақтөбе, Тобыл және төрттік Қызылжар, Ордабасы, Елімай, Оқжетпес. Ары қарай төменгі командалар. Бомбардирлер кестесін берсеңіздер, сонымен біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайық. Міне бомбардирлер: Дастан Сатпаев әлі 8 гол, ассисттер көбейіп жатыр, бірақ голын арттыра алмай жатыр. 8 гол, 4 ассист ода. 4 ассист. Грипши кеше қосылды. Тамасов әлі саламай келе жатыр ма? Кешегі салғанда 8 болатын еді. Бірақ голдық пас 10 шақты гол. Грипшида нешеу пенальти? 8 голдың 5-еуі ма? Жоқ, 4-еу пенальти. Тамасов, Чесноков міне жарады тамаша, және Жұматқа да бір кешеде. Чесноков үшін ерекше қонайық та, мен ризамын, кешегі ойыны, анау сырталы былай аяқтың сыртымен шығып пас берілген менің Қазақстан премьер лигасындағы алғашқы гол ғой деймін мен. Ламин Ямальдың Лука Модричтің несі негізі. Сол аяқпен берген соң Ламин Ямаль деп жатырмыз. Ордабасы торпеда ойыны Чесноковты арендаға бере тұрсақ қайтеді. Жоқ, жақсы, мен Чесноков үшін ризамын. Бастысы осы деңгейін түсіріп алмаса екен, жарақат алмам. Әдемі сөйлеп жатқан соң. Жарақат алмаса екен дейміз. Дәурен Жұмат қайтадан оралса, қайтадан алға маусымның басындағы несіне Қайрат Нұрдәулетовтың екені жақсы әрекет етіп жатқан секілді. Мен ойымша Оқжетпестен енді алдағы уақыттарда мен жақсы нәтиже күтемін өзім. Бестікте қалса күшті керемет. Бестікте қалмаса да алғашқылықта болса да жаман емес қой. Міне достар, бүгін подкастымыз осымен тәмам. Айбек, сізге рахмет. Қазбек, сізге рахмет. Достар, біздің каналға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, ой бөлсіңіздер. Еврокубоктан кейін тағы бір ораламыз, КПЛ-дің кезекті турынан кейін тағы бір ораламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Біз осылайша осы 15-ші турды талқыладық. Назарларыңызға рахмет. Жеңісті күндерде жүздескенше.